Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Салихова Анаргүл Жұмажанқызы, Атырау облысы Исатай ауданының жалпы білім беретін Өркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 11 сыныпқа арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Әбіш Кекілбаевтың өмірі мен шығармашылығы, үркер тарихи романы. Бүгінгі сабақтың мақсаты Әбіш Кекілбайұлының өмірі мен шығармашылығын тану, үркер романының тақырыбы мен идеясын анықтау. Жазушының өмірі мен шығармашылығына тоқталып өтейік. Қазақтың көрнекті жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы парламентінің сенат депутаты Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылдың 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының Оңды ауылының Мырзайық деген жерінде дүние есігін ашқан екен. Әкесі Кекілбай 1942 жылы болған Ұлы Отан соғысына алынып, майданда 3 рет жараланған. Сонымен қатар Сталинград маңында қайтыс болады. Ал арғатасы Жаңайұлы Қожаназар да тегін адам болмаған. Ол қазақтар көшін Маңғыстауға бастап келушілердің бірі болған. Белгілі, білікті, беделді, дәулетті адамдардың қатарында екен. Әбіш Кекілбайұлының анасы Айсәуле Жұмабайқызы да дәулетті, ел ішінде аты шыққан бидің отбасында дүниеге келіп тәрбиеленген. Жазушының әдебиетке құмарлығы мектеп қабырғасында жүріп басталады. Ол көптеген романдардың, повестердің, әңгімелердің авторы. 2015 жылдың 11 желтоқсанында Әбіш Кекілбайұлы өмірден озады. Оның қызмет жолына тоқталатын болса, жазушы 1957 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Университетте оқып жүріп, әдебиет бірлестігін басқарып, жас талаптар шоғырын жарыққа шығарады. Соңғы курста оқып жүргенде Қазақ әдебиеті газетінде қызмет атқарады. 1970-1975 жылдары Қазақфильм студиясында бас редактор қызметін атқарса, 1992-1993 жылдар аралығында Егемен Қазақстан газетінің бас редактор болып жұмыс жасайды. 2002 жылдан бастап Қазақстан Республикасының парламенті сенаты депутаты болып қызмет атқарған екен. Әбіш Кекілбайұлының шығармаларына тоқталсақ, оның алғашқы жинағы «Алтын шуақ» деген атпен 1962 жылы жарық көрсе, ал «Бір шөкім бұлт» деген шығармалар жинағы 1965 жылы жарық көреді. Әбіш Кекілбайұлының «Үркер», «Елең алаң» деген романдары қазақ әдебиетінің үлкен табыс ретінде бағаланып, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алған екен. Жазушының көптеген еңбектерінің арқасында ол Қазақстанның еңбек ері, Отан ордені, Назарбаев ордені, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл медалі, Қазақстанның халық жазушысы деген атақтарға, марапаттарға ие болады. Сонымен қатар «Дала балладалары», «Дәуірмен бетпе-бет», «Бір уыс топырақ», «Тырау-тырау тырналар», «Маңғыстау түбегінің өткені, бүгіні», болашағы туралы, «Ұйқыдағы арудың оянуы» деген көптеген шығармалары бар екен. Біз бүгін Әбіш Кекілбайұлының «Үркер» тарихи романымен танысатын боламыз. Әуелі «үркер» деген сөздің мағынасына тоқталып өтейік. Үркер деген ол торпақ шоқжұлдызының құрамына енетін топтанған бір үйір жұлдыздың шоғыры екен. Яғни үркер жұлдыз атауы. «Үркер» тарихи романы туралы мына бейнебаянды тыңдауларыңызды сұраймын. Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» романы 1981 жылы жеке кітап болып шыққан. Жазушы «Үркер» романында мүмкіндігінше тарихи деректің ала-жібін аттамауға, нақты тарихи ситуацияның өз драматизмін әсірелеусіз көрсетуге күш салдым деп жазады. Жазушының өзі мойындағандай, «Үркер» романы Қазақстанның Ресейге қосылуын баяндайтын нақты тарихи негізі бар шындыққа құрылған туынды саяси роман. Туындының хроникалық деректілік сипаты оның көркемдік деңгейіне нұқсан келтірмейді.
Шығармадағы кейіпкерлердің дені тарихта болған, өз істерімен өшпес із қалдырған тұлғалар және көз сынаты жөндері де өзгеріссіз қалдырылған. Қаламгер бұл туындысын жазу барысында мұрағаттық мәліметтерді, тарихи құжаттарды, қазақ тарихын зерттеушілердің еңбектерін, ел аузындағы деректерді, романда айтылатын оқиғаларға тікелей араласқан Василий Никитич Татищев, Алексей Иванович Тевкелев, Николай Неплюев тағы басқалардың жазбаларын молынан пайдаланған. Романның композициясы тығырық, елшілік, арбасу, айқас атты 4 бөлімнен тұрады. Туындыда қазақ елінің көшпелі салтанатты тұрмыс салты, ел ішіндегі алауыздық жағдайлар, ханның шешіміне қарсы топпен арадағы өзара тартыс, Әйтеке, Төле, Қазыбек билердің ел бірлігі, тәуелсіздік үшін күресі шынайы суреттеледі. Жан жақтағы жаулар тығырыққа тіреп тықсырып бара жатқан соң, Әбілқайыр хан Ресейдің қол астына кіруге бел байлап, елшілер аттандыруы, оларды тағатсыздана күтуі, Тевкелев бастаған елшілердің келуі, оның қазақ басшыларынан ант алу сияқты оқиғалар романның өзегін құрайды. Романда тарихи деректілікпен қатар қаламгер қолтаңбасына тән философиялық ой тереңдігі, адам характерін монолог арқылы ашу мен психологиялық талдау мәнері де айқын аңғарылады. Романдағы сюжет Әбілқайыр ханның өткен оқиғаларға лирикалық шегініс жасауына құрылған. Шығармада ханның өз елінің болашағын көз алдына елестетіп, халқының тыныштығын, бейбіт өмірін армандауына да орын берілген. Халқының алдындағы асқаралы міндетін орындау үшін Әбілқайыр тәуекелшіл мінезімен қатар саяси дарындылығын, сұңғылалығын да танытады. Елді басқару ісін жетік меңгерген хан аталарынан келе жатқан тақ мұрагерлігін де назарынан тыс жібермеуге тырысады. Заманның түлкі бұлтаңының көбейіп бара жатқан уақытты мінездеп, сабырмен, ақылмен қабылдайды. Сонымен оқушылар үркер романы бұл тарих шындығын, адам сырын қалып танылатын, тереңнен толғайтын күрделі романдардың қатарына жатады екен. Шығарманың тақырыбы мен идеясын ашатын болсақ, тақырыбы қазақ халқының 18 ғасырдың басындағы ел тәуелсіздігі үшін жүргізілген күрес екен. Ал идеясы, яғни автордың айтайын деген ойы, ел мен жердің тұтастығы мен тәуелсіздігін сақтап қалу. Үркер романы 4 бөлімнен тұрады. Тығырық, елшілік, арбасу, айқас деген бөлімдерден тұрады екен. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызға қатысты сіздерге мынандай тапсырма ұсынғым келіп отыр. Ойлаудың 6 қалпағы бойынша сіздер бір қалпақты таңдап алып, сол қалпақтағы тапсырманы орындауларыңызға болады. Қызыл қалпақ романнан алған әсеріңізді білдіресіз. Қара қалпақты таңдасаңыз, романның сіз келіспейтін қандай жақтары бар, сол туралы айтасыздар. Ал сары қалпақ шығарманың сәтті тұстарын айтыңыз. Ақ қалпақ үркер романына қатысты өзіңіздің көзқарасыңызды білдіресіз. Жасыл қалпақты таңдасаңыз, сіз автор болсаңыз, қандай романға өзгеріс енгізер едіңіз. Көк қалпақ романға қатысты қорытынды ойыңызды, көзқарасыңызды білдіресіз. Келесі ұсынылатын екінші тапсырма үркер романы бойынша свод талдау жасайсыздар. Яғни романның күшті жақтарын, әлсіз тұстарын, қандай мүмкіндіктері бар, қандай қауіптері бар, соны анықтап, осы свод талдау арқылы талдап бересіздер. Сабақтың соңында сабаққа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Бүгінгі сабақта сіздер үшін не пайдалы болды? Қандай қызықты идея, яғни есіңізде не қалды? Мұғалімге қоятын қандай сұрағыңыз бар? Балалар, бүгінгі сабақтағы жұмыстарың туралы ойларыңды, сабақта орындаған тапсырмаларды орындап болғаннан кейін WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы маған жіберулеріңізді сұраймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.